Сәлем. Бұл YouTube'дағы менің бірінші видеом. Менің атым Әсел. Декреттегі анамын, 2 ұлдың анасымын. Графика дизайнын қазір зерттеп, соны жасап, тіпті заказ қабылдап жатқан жайым бар. Негізі бұл видео таныстыру видеосы болып керек еді, бірақ бүгін қазір мен түсіріп жатқан күні, бүгін 1 декабрь, 25 ноябрьде менің ұлымның туған күні болды. 2 күн қатарынан қонақ күттік, 25-26. Сонымен пока қонақтарды шығарып салдық, пока өзімізге келеміз, анау дегенше міне бірі болып кетті. И бұл видеоны мен ұлыма, тұңғышыма, Асылханыма арнағым келіп тұр. Бұл видео бір естелік видео болып қалсын деп айтқым келеді, өйткені кеше 25 күні бір өзімнің бір туған күнім сияқты, бір мен қайта туылған күн сияқты болып, маған сондай бір білмеймін, такое ощущение болды да, ерекше. И Асылханымның дүниеге келген күні әлі кеше ғана болған күн сияқты бір есімде. Қалай 4 жыл өтіп кетті. Негізі ұлымды біз 1 жыл күттік, Асылханды. Сондай бір неге мүмкін менде бала болмай қалса ше, шынымен болады ма деп, бір жаңбырлы күні мен аладан осылай тұрып жылап тұрып, жаңбырлы күні негізі дұғалар қабыл болады деп айтады ғой. Сол жаңбыр жауған күні мен отырып алып жылап аладан, Алла тағала маған бала берші, жақсы ата-ана болуға уәде берем деп тұрып, жылап тұрып сұраған болатынмын. Мен оған күшті қараймын деп, сондай бір ниетпен. Ұлым, саған қатал болып қалсам, қатты қатал болсам, артық ұрсып қойсам, ренжітіп қойсам, мені кешір, бірақ ұрыспауға, жоқ деп айтпауға болмайды, өйткені мен қанша жаңағы адамдарды білем, который балаларын сонда ұзақ күткенде, 1 жыл деген это вообще ничего ғой негізінде. Біреулер тіпті 1 жыл күтпейді, просто 1 жыл қоя тұрайық деген сияқты, немен жүреді дегенде. 1-2 жыл деген, 3 жыл даже, наверное, нормально. Біреулер 20 жылдап күтетіндер бар да, 10 жылдап күтетіндер бар. Сондықтан сондай бір адамдарды білем, который баласын сондай бір ұзақ күткен, сөйтіп ол баласын бет үфілдеп, осылай қылып ойбай деп бүйтіп өсірген. Бірақ ол баласы өскеннен кейін ондай бір әлсіз, сондай бір адамдардың көмегіне мұқтаж, өзі шешім қабылдай алмайтын сондай бала болып өскендерін көрген. Мен сенің ондай болып өскеніңді қаламаймын. Сол үшін сен жігіт болып, мен тіпті бұрын кішкентай кезімде ойлайтын, менде ұл болатын болса, сондай жауапкершілікті жақсылап тұрып беремін деп. Сондықтан бұл сенің болашағың үшін, кейде қатал болсам, міндетті жауапкершілікті көп беретін болсам, ол сенің болашағың үшін алаңдауым деп білетін бол. Вот. Сондықтан мен сені өте қатты жақсы көрем, мен сені сондай қатты қуанғам, когда сен негіз көп переживать еттім. Бірінші білген кезде мен не қуанатынымды, не қуанбайтынымды түсінбей қалғам. Ол туралы басқа видео түсірем негізінде. Бұл жолы мен просто Асылханыма деген сезімімді жеткізгім келіп тұр. Қалай неге келді деген сияқты әдемі сәттермен. 21 жылы 24 ноябрьде менің туған күнімді тойлаған болатынбыз. Өйткені мен 22-сі менің туған күнім ноябрьдің ұмытып кеткенбіз. Сол бала Асылханға дайындалып, үйтіп жүріп, Асылхан ішімде болған кезде мен қатты переживать ететінмін. Қимылдамай қалса, қатты қозғалып қалса, үйтіп қалса, әйтеуір переживать ете беретінмін. Сон бір күні өз-өзімді успокоить еттім. Все, өмірге келетін бала, ол келеді. Аман сау келу керек болса, аман сау келеді. Бәрі жақсы, бәрі күшті. Тіпті түстер көрдім, что сен сау бала туасын деген бір шалдың бір сөзі бар. Сонымен өз-өзімді тыныштандырдым. Солай 24 күні қонақ күтеміз. Азаматтың жаңағы папасының әпке қарындастары, қарындастары,
және інілері солар келеді. Әкесі келеді, Азаматтың әкесінің әкесі орната, сол кісі келеді да, сонымен мен шөберемді, бұл ұлдан бірінші шөбере Асылхан, сол мен шөберемді көргім келеді, көріп кеткім келеді деп жаңағы қайта айта беріп, аумин деп ол кісілер кетеді. Сағат 12-де кетеді. Сонымен бүкіл бәрін жайғастырып, жинастырып, белім деген ауырып, сонымен мынада гора посуды жинап қоям. Сонымен қош, ертеңде күн бар ғой, жуып алам деймін да, сонымен жатамыз. Сонымен Азамат, мен ұйықтадым, болды, шаршадым дейді. Бір кезде мен ішім ауырып жатыр деп былай жатам. Оның алдында да ондай болып жатқан. Сонымен Азамат айтады, ну если что, айтасың, скорый шақырамыз. Мен ничего, ұйықтай бер, қазір қояды деп ойын ойнап жатам. Сол кезде бір кезде су кетеді. Сонымен көзім деген банка болды, біліп тұрмын ғой, уже су кетті, болды, енді точно уже босануға бару керек деген сияқты. Сонымен Азамат болса сенбейді, қобалжып, не істеймін, давай, сен жинала бер, мен барлықтарын не керек бәрін жинап берем деп, посуданы өзім жуам, не переживай, бәрін жуып алам, үйтіп алам, өйткені төсектің бәрі су болды. Сондай бір қызық сәт болған. Сонымен мен Азаматқа айттым, мен тез есімді жинап алдым да, так, маған не керек, нені жинамадым, оның алдында негізі сезіп жүргем, ананы алып қою керек еді, мынаны салып қою керек еді деген сияқты. Сонымен майда шүйде бір заттар алынбай қалған болатын, су деген сияқты. Сонымен и подгузник алынбай қалған болатын. Мен айтып тұрмын ғой, барлығы есімде. Сонымен маған подгузник әкеп бер. Білмеймін, жаңағы новорожденныйға подгузник әкеп бердім, даже білмеймін қандай подгузник алу керек екенін. Сол кезде іздеп жүріп алмай қалғам. Маған су әкеп бер деймін. Сонымен скорый шақырамыз. Скорый келгенше мен сол зарядка бар, басқа бар, ананы сал, мынаны сал, еще мен списокпен жазып не керек екенін роддомға іліп қойған болатын. Если что, кететін кезде зарядканы күніге қолданамыз ғой, что ұмыт кетпейтіндей салу үшін списокпен, так, списокке қараймын, осындай маған керек, давай сал, кетті мен. Еще мен өзім такая бодрая, бүкіл переживаниям бәрі кеткен. Білмеймін, қуанып тұрмын, баламмен кездесем деп қуанып тұрмын бір жағымнан. Сонымен давай, бол, все, мен кеттім, буду рожать деп. Сонымен скорыйға екеуміз бірге кетеміз. Сонымен кеттім, бірақ айтам Азаматқа, ешкімге айтпа, мен босанам, мен саған айтам, сол кезде бәріне звондайсың деймін. Ол окей, короче. Сонымен вот 11 сағат толғатып, түнімен тізерлеп коридорда толғағым қысып, толғақтың көкесін көрдім. Сонымен жаңағы неге жатқызып қояды, баланың жүрегін тексеруіміз керек деп, оған жату керек, ал ол жатсам, мынаны бәрі қысып бара жатыр, мен деп айғайлаймын, медсестра деп. Сонымен бір кезде бір врач келді, таңертең. Егер шыдамайтын болсаң, жаңағы обезболивающий, неге салат омыртқаға укол, соны саламыз дейді. Мен айтамын, жоқ, салдыртпаймын деймін, өйткені оның последствиясын білемін да мен. Сонымен жоқ, салдыртпаймын, шыдайсың ба? Шыдаймын деймін. Сонымен кетіп қалады ол врач. Сөйтеді, одан кейін барып, көп ұзамай, бір жарты сағаттан кейін ба, уже полное раскрытие болады, уже бала шығып келе жатыр деп бір медсестра келіп көріп, болды, короче. Деп сағат 11:50-де алтындай менің балам дүниеге келеді. 11:30-да мен жатқызады, вот все, басы шығып келе жатыр, рожаем деп. Сонымен бір 20 минут па, солай Асылхан дүниеге келеді. Неге жыламай жатыр? Енді жылайды ғой дейді, қарып, деп шыңғырып. Сонымен олма деймін ғой, еще ол дейді. Сонымен сондай қызық сәттер болды. Кейін Азаматқа жаздым, вот мен босандым деп. Өзім деген әлсіреп, әлім жоқ, сондай не болып тұрмын. Сонымен қайта адамдар звондайды маған, туысқандар звондайды маған, құтты болсын деген сияқты. Сол барлығы жақсы, барлығы күшті болып, роддомнан шығамыз. 25 күні таңертең босанам, 26 күні, 26 или 27 күні, 26 күні кешкісін роддомнан шығамыз, үйге келеміз, үйде барлығын жасап, жаңағы Азаматтың әкесінің әпкелері
Эльмира көке, тағы кім болды ол жерде? Еще мама жағынан тоже нағашылар, Азаматтың нағашылар жағынан Гүлзада көке бар, барлығы столдың бәрін жайнатып, жайқалтып, дайындап, етті асып, қонақтарды күтіп, сөйтіп мені де күтіп алған жай бар. Солай әдемі болып үйге келдік. Вот. Мен үшін сондай бірінші Асылханды көрген кезде Чоза мұрын деген болатын. Өйткені мұрны деген мынандай жалпиып қалған. Сондай үлкен, беті кішкентай, мұрны деген жалпақ, мынаның бәрі жабысып қалған, құлақ жабысып қалған. Кімге ұқсайды деп түсінбеймін, такой маленький, кішкентай ғана. Осындай әп-әдемі. 3-ақ килограмм, 1,50, ойбай, 1,50 деп ма, 50 сантиметр бойымен сондай дүниеге келді. Жаным, жақсы көрем сені. Өмірде болашақта бір тұлға болып қалыптасатын, саған білім бере алсақ деген ниетім күшті. Өз ойың болатындай. Егер болашақта қандай да бір жолды көрсеткіміз келіп жататын болса, егер сен жоқ, менің жолым мынау деп сезетін болсаң, барлық жағынан ашық айтатын болсаң, мен сені, әкең де, біз сені тыңдайтын боламыз, біз сені қолдайтын боламыз. Люблю, жаным. Бір естігенім бар, лестницамен түсесің, көтерілесің, сол кезде тезірек раскрытие болады деп. Одан кейін алдында өзімнің жеңгеме партнер болып кіргем, сол кезде отыруға болмайды, жатуға болмайды деген кезде, мен ертерек босануым керек деп. Потому что роддомда жүрген кезде бір қыз 2 күн болды, әлі толғағым 2 күн болды, ұстап жүргеніне әлі босанған жоқпын деген кезде мен шошып кеткен болатынмын. Сонымен жоқ, мен босануым керек деп, прям коридорда тізерлеп жүрдім. Әйтеуір жатпау невозможно, маған ұйықтап ал, ертең босанасың сен дейді. Жоқ. Сонымен түні бойы мен тізерлеп роддомның коридорында жүрдім. Еще озноб болды, то терлеймін, то салқындаймын. Еще ондай коридорда лестницаның есігі, коридор мен мені жатқызған ненің арасы сондай не болды. И мен то сумкаға барам, то бірдеме, то анау деймін. Сол екі ортада жүріп, кішкене салқындап қалғаны да бар. Өйткені терлеп тұрмын, бір кезде еще тоңып тұрмын. Түсініксіз сондай, оказывается, ол толғақ кезде ол сондай болады екен. Вот. Сөйтіп, сондай 6 айға дейін, Асылханды 6 айына дейін мен ештеңемен айналысқан жоқпын, ештеңе ойлаған жоқпын. Сол осы баламның танысумен айналыстым. Өйткені күн сайын әртүрлі нәрселер болады мен үшін. Ол танысық нәрсе, мен оға дейін бала қарап көрмегем. Вот сондай, пока аунап, отырып, 7 айында отырды, 6 айға дейін. 6 айдан кейін барып мен кішкене бір тігін тігіп, сондай кішкене жұмыс істей бастадым, үйде қабылдап. Оға дейін менің бүкіл вниманием Асылхан болды. Графический дизайнермін. Бұл жақта мен өзімнің опыттарыммен, өзімнің ойларыммен бөлісетін боламын. Инстаграмда мен графический дизайн жайлы тегін неше түрлі видеолармен, лайфхактармен бөлісіп отырам. Егер қызық болатын болса, инстаграмыма жазылып алсаңыздар болады. Менің кішкентай балам жылап жатыр. Пока-пока, мен кеттім.